Қымбатты аудан тұрғындары, құрметті бүгінгі айтысқа қатысушылар. Бүгін біздің ауданымызда Абай Құнанбайұлы атамыздың туғанына 175 жылдығына орай аймақтық ақындар айтысы өткелі жатыр. Өздеріңізге белгілі, әлемді жайлаған індетке байланысты бұл айтыс онлайн режимінде өткізіледі. Көпшілікпен өтетін мәдени іс-шаралар, яғни концерттер, ақындар айтысы барлығына өздеріңізге белгілі тыйым салынған болатын. Сондықтан бұл ақындар айтысын, яғни үйде отырып көре аласыздар. Бүгінгі айтысқа қатысушы ақындарымызға творчестволық табыс тілеймін. Армысыздар, бармысыздар құрметті өнерсүйер қауым. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мына әлем жаулап жатқан індеттен халықтың кішкене болса да айтыспен көңілін аулайық деген ниетпен Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай өлең сөздің патшасы атты аймақтық ақындар айтысын ұйымдастырып отырмыз. Мына індетке байланысты айтыс қашықтықтан өткізіледі. Ұйымдастырушылар Елубай Өмірзақов атындағы Бейімбет Майлин аудандық мәдениет үйі мемлекеттік мекемесі. Өздеріңіз білесіздер, қашанда жыр додасы айтыс өнері демеушісіз өтпейді. Сонымен сіздерді айтыстың демеушілерімен таныстырып өтейін. Әділет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Өтеулин Аңсаған Бақбергенұлы. Ақтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Қадамбаев Серікбай Дәлекенұлы. Майлин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Бушкин Владимир Степанович. Мечта 98 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Кравчук Владимир Иванович. Жеке кәсіпкер Черных Игорь Кириллович. Айтыс жеңімпаздарына осы аталған демеушілердің қаржылай сыйлықтарын ақындардың жеке есеп шоттарына саламыз. Айтыс ақындары бас бәйге жүлделі 1-ші орын, жүлделі 2-ші орын және жүлделі 3-ші орындар үшін басын асады. Айтысқа көрші аудандар мен облыстарда топ жарып жүрген 6 ақын қатысады, яғни 3 жұп болады. Айтыскер ақындар өзара жеребе арқылы жұптастырылды. Айтысқа қатысатын ақындармен таныстырып өтейін. Бүгінгі жыр додасына қатысып отырған ақындардың жас жағынан ересектері бірінші жұбымыз Кенжеғозин Ғалымгерей Задгерейұлы, Рудный қаласына, Жангелді ауданы Жаркөл ауылының тумасы. Жетістіктері 2019 жылы Арқалық қаласында өткен халық ақыны Қонысбай Әбілдің 65 жылдық туған күніне орай ұйымдастырылған аймақтық айтыстың 3-ші орын иегері. 2019 жылғы жерлесіміз Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған өзіміздің Бияға республикалық мүшәйрасының 1-ші орын иегері. 2019 жылы Жітіқара қаласының 80 жылдық тойына арналған облыс ақындар айтысының бас жүлдегері. 2019 жылы Лисаков қаласында өткен республикалық айтыстың 1-ші орын иегері. Оның қарсыласы ауданымыздың ақиық ақыны Мамай Ізділеу Тұрысбекұлы. Амангелді ауданы Есір ауылының тумасы, 13 жасынан айтысқа қатысып жүрген, халықаралық республикалық ақындар айтысына Қостанай облысының атынан қатысып жүрген ақын. Облысымыздың аудандарында өтіп жүрген көптеген айтыстардың жеңімпазы. Сәт Есенбаев, Файзолла Сатыбалдыұлы, Қарсақ Қопабаев, Мәтібай ақын, Ыбырай Алтынсарин Бейімбет Майлин атындағы жүлделердің иегері. Қазіргі уақытта Тобыл кентіндегі Думан мәдениет үйінде қызмет істейді. Екінші жұбымыз Әбікен Серікболсын Қонысбекұлы. Жас қыран Амангелді ауданы Байғабыл ауылының тумасы. Торғай гуманитарлық колледжінің 4-ші курс студенті. Жетістіктері 2017 жылы Арқалық қаласында өткен Елбасы ел тірегі атты аймақтық ақындар айтысының 1-ші орын иегері. 2019 жылы Қарағанды қаласында өткен Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына орай өткен айтыстың арнайы жүлдесінің иегері. 2019 жылы Арқалық қаласында өткен аймақтық ақындар айтысының бас жүлдесінің иегері. Оның қарсыласы жас қыран Құсайынов Дінмұхамбет Берікұлы. Меңдіқара ауданының тумасы, осы ауданның атынан шығып отыр. Қостанай мемлекеттік университетінің филология факультетінің 4-ші курс студенті. Жетістіктері 2017 жылы өткен
Алаш партиясының 100 жылға арналған облыстық оқушы ақындар арасындағы айтыстың бас жүлдегері, 2019 жылы өткен Нұржан Наушыбайұлы атты жас ақындар арасындағы айтыстың бас жүлдегері, Меңдіқара ауданы жастардың алтын кітабының лауреаты. 3-ші жылымыз Қасым Нұрсұлтан Мырзабекұлы, Қостанай қаласының ақыны, Арқалық қаласының тумасы, бірнеше облыстық республикалық ақындар айтысы мен жыршы термешілер сайысының жүлдегері. 2019 жылы Алматы қаласында өткен Менің пірім Сүйінбай атты республикалық жастар айтысының финалисі, Өткір ақын номинациясының иегері. Оның қарсыласы Әуесхан Еркін Саянұлы, Амангелді ауданының тумасы, қазір Арқалық қаласының атынан айтысқа шығайын деп тұр. Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультетінің 4-ші курс студенті. 2014, 15, 16 жылдар 3 жыл қатарынан облыстық жас тұлпар оқушылар айтысының 1-ші орын иегері. 2016 жылы Арқалық қаласында өткен республикалық Наурыз айтыстың 3-ші орын иегері. 2017 жылы ұстаздар күнін алған облыстық айтыстың бас жүлдегері. 2017 жылы президент күніне өткізілген аймақтық айтыстың 3-ші орын иегері. 2017 жылы Мәңгілік ел жастары жырлайды тәуелсіздік күніне арналған аймақтық жастар айтысының 2-ші орын иегері. 2018 жылы халық ақыны Қонысбай Әбілдің туған күніне орай ұйымдастырылған қалалық айтыстың 3-ші орын иегері. 2019 жылы Қарағанды қаласында өткен Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына орай ұйымдастырылған айтыстың 3-ші орын иегері. 2019 жылы Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына өткізілген аймақтық айтыстың 1-ші орын иегері. 2019 жылғы біздің айтыс телевизиялық жобасының финалисі. Айтыстың өтетін уақыты бүгін, яғни 2020 жылдың 25 маусымы. Айтыстың мақсаты қазақ халқының әлемге танымал ойшылы ұлы Абайдың шығармашылық мұрасын тілге тиек ете отырып насихаттау. Ақындар айтысы арқылы ақындардың өрелі өнері мен өрнекті сөздерін байытып, тәуелсіздіктің мұраттары мен құндылықтарын насихаттау, Абай шығармаларын нақты талдап, өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеп, қазақтың төл өнері құдіретті сөз арқылы мемлекеттік тілдің мерейін арттыру. Айтыстың кезеңдері: ақындарға бір кезеңде 20-25 минут уақыт беріледі. Екінші кезеңге жоғары балл жинаған 4 ақын шығып, жүлделі орындарды сарапқа салады. Екінші айналымға кім шығатынын әділ қазылар айтады, оны да біз сіздерге хабарлаймыз. Қазылар алқасының төрайымы, облыстық мәдениет басқармасының бас маманы Роза Төлешқызы Олжабаева. Бейімбет Майлин аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы, тіл маманы Тоқтыбаева Арманкүл Омарқызы. Бейімбет Майлин ауданы Айет мешітінің бас имамы Нұрахан Аязбек Жұмабайұлы. Осы қазақ өнерінің, қазақ тілінің жағдайын білет деген оймен осы кісілерді әділ қазылар сайлап отырмыз. Осы кісілердің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болады. Айтысты қазылар алқасы 10 балдық жүйе бойынша бағалайды. Ақындардың ұпайы тең болған жағдайда қазылар алқасының төрайымы шешуші дауысқа ие. Айтысты бағалауда ақынның тақырыпты аша білуі, жырдың көркемдігі, орындау шеберлігі, суыр салмалығы, тапқырлығы негізге алынады. Ал іске сәттейік, назарларыңызға ақындардың бір жүгін тамашалауға шақырамыз. Рудный қаласының ақыны Кенжеғозин Ғалымгерей Задыгерейұлы, оның қарсыласы біздің жерлесіміз Бейімбет Майлин ауданының ақыны Мама Естілеу Тұрысбекұлы. Ағайын, Абай тойын құбаласың, екраннан ақын көрсең қуанасың. Жаман індет жайласа да жердің бетін, ұлықтайтын елміз ғой құламасын. Онлайнмен айтысты жасап жатсақ, оған бола бізді кім кінәласын. Аштықта да аналар бала туған,
қасқайып қасіретке тұраласың. Сталинді қуғын сүргін кезінде де жерге басын имеген ұл алашым. Ассалаумағалейкум қазақтарым, тәж тажалдан сағымыз құламасын. Арылтып бойымыздан көп күдікті, алтақын осы тойға шеп құрыпты. Абай тойын қалайда өткізем деп, біздің аудан жақсылыққа бет бұрыпты. Заманың түлкі болса тазы боп шал, осылай көрсетеміз ептілікті. Ол Абайды зерттеп барлық ғалым, әлемнің ғұламасы деп біліпті. Ғалымгери Абайдай сөз айталсаң, Құнанбайдай көрсетем тектілікті. Бәріміз Абай болып кетпесек те, өз айтқандай ұқсап бақсақ жеткілікті. Сахана қып алдық қой ұяламын, үйде отырсам індетті тыяламын. Былтырғы жыл таранды талқан қылдық, ауданға атын бердік биағаның. Бейімбеттің елінің ақынымын, сұңқардай қағып түсер қиядағын. Рудынейдің ақыны ғалымгери, өзіңді жатқа қалай қияламын. Өнерде бірге жүрген жан досым ай, қаламның атын айтсаң ұяламын. Біссімілі алдыңда ән бастарым, Алла деп қосылғандау әз бастарым. Löpül basıp жерде қолдасаңдар аламанда қалайша жан баспағым. Ұлы Абай мерейтойын қолдап келдім, осындай айтыспенен жалғасқаным. Ізімен біз келеміз жыр додада Нұрхан мен Нұржандардай марғасқаным. Тек қана әнменен жыр халықтасын, бауырлар ашық болып мәңгі аспаным. Көп ұзамай атауын Рудыней қалаймыз қазақшаға алмасқанын. Өзге ұлттар еліне кетіп жатыр, жылы жерден көтеріп жамбастарын. Шырпыр болып айтыста мен айтқанмен, өзгелер қатырмайды алмастарын. Жерден осы айтысты көріп отқан, ассалаумағалейкум қандастарым, мәлилерім, мәлилерім. Оқталып отыр едім жаңа айтуға, кемеңгер ұлы ақын Абай тұлға. 175 жылдық тойы құтты болсын, ақтарып ақтіретті бір айтуда. Бабамызға арналған осы айтысқа қатысуға септігі тейт Мамайдың да. Айтыссаң бір жүлдені аласың деп айтқаныңыз емеке бәр айқын ба. Соңына жеме-жемде тартынбайым, әйтпесе отырғам жоқ ән айтуға. Бейімбет ауданына алғысым зор, онлайн айтыс жасат карантинда. Әлилерім, құзырымда емес қой қала менің, қолдан келсе жаңасын салар едім. Орталық Лениннің даңғылына Шоқан бабам келгенін қалар едім. Бисәкетке Гүлнардың
атын беріп, болашаққа бағдармен қарар едім. Рухани жаңғырудың аясында көшелерді қазақшалап алар едім. Әкім емес қаланың ақынымын, бар кінәні ініңе таға бердім. 3 жылдай осы елде тұрғанында керемет тамаша деп баға бердің. Қаламыздың атынан топқа түсіп, аянбай сан бәйгеде шаба бердің. Қызметпен ауысып одан кейін керемет деп мақтадың, тарар едің. Жұмабек табынаған болмағанда жауыздың есімімен қалар едің. Осы күнді көзімен көре алмай өмірден озып кетті-ау қарагерің. 30-шы жылдары болғанында талай биік асуды алар едің. Әңгір таяқ ойнатып басымызға бір талай қиғылықты салар едің. Елдің мұңын айтам деп қапылыста абақтыға қамалып қалар едім. Бейімбеттің туғанда заманында нағыз шолақ белсенді болар едің. Өзгеден биік көрем ақын бағын, тыңдасам жігерленем батыл дәнін. 125 жылдық тойында биағанның бұйырған есімемді тақымдадым. Республикалық айтысқа білесіз ғой, қатысуға мені де шақырғаным. 5 күннен соң тізімнен сызып тастап, естідіңіз облыстың қатырғанын. Орныңа мамай ақын барат деді, өнердегі ағам деп мақұлдадым. Ақтангер Айбек ағам бастап шықты, сол сайысқа облыс ақындарын. Айекең аламанға әкеп қосты, қос шәкіртті тобамен батырларын. Салтанат орап тілді айтыстардан, алыстата алмайды жақын жанын. Медекпенен марғұлан бала күннен, қара сөздің татып өскен батыл дән. Айекең мен салтанат сол бәйгеден естідік жүлделі боп жатырғанын. Ал өзің салып алып қайлайдыңге, халқыңа уғжырдан татырмадың. Жеңемін деп барып ең жеңіліп қалдың, қатырам деп едің ғой қатырмадың. Мәлиләгім. Еріншектің мол болады, еңбек қордың артында жол қалады. Қалада әкім емес ақынмын деп, ғалымгерей алдымда жорғалады. Ендеше билігіңе айтып баршы, ақылымды айтайын ең бағалы. Қалаңа Ұлабайдың атын берсе, Ғалеке өзің айтшы жөн болады. 175 мерейтой қарсаңында елге берген сыйлықтарың сол болады. Ай-ей-ей-ей. Әнімнің жақпай қалды ісі бізге, сеніп жүрген ақын ек күшімізге. Сол ақай серік ақын кәрі тарлан, жылы жұмсақ бұйырмады тісімізге. Өткенді аяқ асты сөз қылдың ау, қасан байып кірді ме түсіңізге. Мама емес мен неге шықпадым деп, қызғаныш болдым әлде ішіңізде. Ай-ей-ей-ей. Бұлай айтсаң досыңа ұнамайсың,
Шындығын айтсам қазір шыдамайсың. Әсия апай ол айтысқа мені қалады. Апайға сенде мендей ұнағайсың. Содан соң Айбек мамай шықсын депті. Бұл сөзіме сөз таппай тұралайсың. Айбек сенің ұрулас ағаң еді, ағаңнан неге барып сұрамайсың? Сол ақай ақын жеңсе болмамайды, оған бола сен атыңнан құламайсың. Адамзаттың бәрін сүй деген абай, ал сен болсаң досыңды кінәлайсың. Айтысқанда ғалымгери теңімізбен сөз қопарып көрейік кенімізден. Карантин енді бітті деп жатқанда жаман ауру көп шықты елімізден. Досым-ай, сырқаттанып қалыпсың ғой, аурухана бөліп алды сені бізден. Бірақ сенің беліңіз ауырыпты, жүретін жігіт едің жөніңізбен. Қырыққа жаңа жеткен жолдасым-ай, қалай ғана айрылдың беліңізден. Айтқандай орғып шауып қарғып өлең, жүретін ақын едің жарғыменен. Басшыларға көп сәлем айтып жатсың, жапырғандай шумақтарды шалғыменен. Абай бабам атын берсе қаламызға, шаттанып қуаныштан паң күлерем. Ол ақынның тойында туған жері, Семейдің атын берсін алдыменен. Ауданда жалғыз ақын дара түрен, қарлығаштай су сепкен қанатымен. Ауданыңның байрағын құлатпайсың, айтыстарға арқаланып баратының. Екпінменен айтысқанда солақай деп, финалға да өте алмай қалатының. Құсанбайып серіпте солақай бой, бәйгеден шауып келер дара кілең. Солақайлар жолықса жолың болмай, үйіңізге жүлдесіз баратының. Бүгінгі жұбыңызбен солақаймын, шабыттансам шашы топ жаратыным. Нағашым игіліктің жолыменен қарсыласқа қиғылық салатыным. Қайтасызбен жолықсам жолым болып, айтыстың бас жүлдесін алатыным. Жаратқан еліміздің берерісін, одан асқан бақыт жоқ көру үшін. Мәкесізбен мақтанам айтыстардан, қалдырмайтын мен секілді өрімісін. Денсаулығым болмаса да топқа түстім, бір ауыз сөзің үшін, сенім үшін. Бәйгеге қатар шапсам арманым жоқ, әншейін отырған жоқ жеңу үшін. Шынымды айтсам мен шыдап жата алмадым, аурухана төрінде белім үшін. Абайды өлең жазбаған ермек үшін, жастарға үлгі өнеге беру үшін.
Görsem de elmenen birge göreyim, şabımday canım pida elim üçün meylerim. Ne aytып otur deme mına akınдар, maksat ben alga koygan muratım var. Bolaşağım bulungur bolup barat, kökeler arkasında turatınlar. Medeniyettin üyünün avlasında Lenin'in ornu emez turatından. Janında tur Abay men Beyimbettin tolup жатыр әжуә kılatınlar. Kelip kalsa eskertkişine kun gösemnin gül koyat dep oylanma bulakınlar. Ziyalılar tübüne jetpep bedi keşegi komünistlik surapıldar. Komünistlik partiyanın müşesime Mayli'nin avdanında turatınlar. Beyimbettің aruağın silasanlar, Lenin'in eskertkişin kulatınlar. Ayıp emes mesele aytsa talda bakın, halavın taba bilse karjanatın. Bu fenide pendege kendi emez, canın aşıp tursa da şamdan atın. Жастарымыз бұл күнде көбеюде, өзге ұлттың тілдерін қолданатын. Абайдан үлгі алса өзге емес, өзінің мінін өзі қолға алатын. Ал енді мамай ақын кезек берейін, сен едің талай топты жарған ақын. Лениндің ескерткішін алып тастау, өзгертуден қиын боп па ауданатын. Айтысты бермесе де телеарнадан, интернеттен береді көп арнадан. Ахаң жақаң Бейімбет Ілиястың біліміне ешкім тең келе алмаған. Сталиннің солақай саясаты қазақтың зиялысын көп алдаған. Солақай саясаттың кесірінен олар елдің ертеңін көре алмаған. Солақаймен айтыссам жолым болмайды, қазылар нақ бағамды бер алмаған. Сондықтан солақайдың мамай түгіл, Алаштың ұлылары жеңе алмаған. Жолдасым ғалымгерей адалым ғой, өзіңді бауырыма баладым ғой. Теңдесім болғаннан соң сен өзімнің айтысқа түсуімді қаладым ғой. Лениннің ескерткішін айтып отсын, оған да бір жауапты табамын ғой. Рудныйда бас көше Ленин еді, Шоқан деп өзгерт алсаң жарадың ғой. Лениннің көшесін сен құлатқанда, ескерткішті мен де бірден аламын ғой. Өмірде ашып айтқан ақ-қараны Абайды түсінгендер бақ табады. Ғасыр асып кетсе де ұл ақынның өлеңі жүректерде жатталады. Қанша мықты туса да ұлы Абай
қазақтың басақыны боп қалады. Адамзатқа осындай ұл берген деп біз түгіл әлем жұрты мақтанады. Ай-ей-ей-ей. Бейімбет бір ғажайып ел дейді ғой, жерінен алтын шыққан кен дейді ғой. Сол ауданның атынан топқа түстім, мамаяқын биікке өрлейді ғой. Ғалекем аман болшы айналайын, мамайдан ешкім сені бөлмейді ғой. Демеушілер атына көп рахмет, сендер барда өнерім өлмейді ғой. Қазақтар аман болсын бұл айтысты, сіздерден басқа ешкім көрмейді ғой. Ай-ей-ей-ей. Ақын едің үлгі болар айтыстарда талайға, айтылған сөз атылған оқ білесіз ғой алайда. Солақайды ұлыларда жеңгені деп кешегі, домбыра мен саясатты шатастырма жарайма. Елімізге елеулі жыр арнайықта қалайда, мен ырзамын қарсыласым разы болсын мамайда. Демеушілер, ұйымдастырушылар жарайсыздар бірігіп, айтыс жасап жатырсыздар ұлы ақын абайға. Уақыттыңыз соның үшін барған жоқпыз әрге, баға бердей ақындардың сөзі менен әміне. Осы айтысты көріп отқан өнер сүйер ағайын, көріскенше қош болыңдар дедім береді бәріне. Тілегім сол аман болсын екі арасы көк пен жер, елім жұртым екі өмірде мұндай азап шекпеңдер. Жер бетінен тәж тажалы мәңгілікке жойылып, көп ұзамай алысыншы болып жатқан шектеулер. Айтыстарға өзіңізге қарсылас болып келгенмен, ініңіздің сыйласатын соңыңызға ергенмен, бұл фәниде бастарыңыз бір жастықта қартайсын, адал жарым жұбайыңыз жаңа күндей жеңілмен. Азаматсың осы өнердің қос тізгінін ұстаған, мен қалайша бағаңызға жете алмай қыс қалам. Қуанышын қызықтарын жетістігін көрсетсін, өздеріңе әлпештеген жетілдірген үш балаң. Азаматсың осы өмірдің қос тізгінін ұстаған, мен қалайша бағаңызға жете алмай қысыс қалам. Қуанышын қызықтарын жетістігін көрсетсін, өздеріне әлпештеген жетілдірген үш балаң. Онлайн айтыс қиын дегенмен де, ішіне интернеттен бөленгенде, құйғытып топта бөгін көсілейін, тұтатып шабытымды жеделменде. Ассалаумағалейкум сәлем бердім айтысқа көңіл бөлген өрендерге, Wi-Fi мен тариф қосып телефонмен бізді көріп отырған көрерменге. Жететін жігіт едім арманына, түспейтін жамандардың қармағына. Ол абайдың дүбірлі айтысында ақынның құлақ салайық арнауына. Демеуші ақындарға көмек берді, қарамай қиындықтың жан-жағына. Айтыс жасап абайды ұлықтаған, мың рахмет Бейімбет ауданына. Тоқтамай тақылдаса таңдайымыз, ұйқасса жақсы емес пе әр ойымыз. Ассалаумағалейкум серік болсын, жақсыма қалай жалпы жағдайыңыз. Серік болсын бірімізге серік болып, айтыста жарқырасын маңдайымыз.
жан емессіз қанды қыз ба, жұп болып меніменен қалдыңыз ба? Барлығы да онлайн боп кетті ғой, осыған назар енді салдыңыз ба? Концерттерде онлайн өтіп жатыр, білмейміз не күтіп тұр алдымызда. Қашықтық оқуға да көшіп едік, онлайн сабақта болдыңыз ба? Бұл айтыста онлайн өтіп жатыр, айтыстарда сіз топты жардыңыз ба? Айтпақшы, кеше диплом алыпсыз ғой, дипломды да онлайн алдыңыз ба? Айтысу ең сүйікті ісім дейсіз, өлеңмен қарсыласты мүсін дейсіз. Үйленетін жасқа да келдіңіз ғой, ойымды неге менің түсінбейсіз? Барлығы да онлайн боп жатқанда, онлайн келін неге түсірмейсіз? Ай, жүйріктің бәрі мықты, бәрі бадам, тәубе деп тәуекелге барады адам. Ассалаумағалейкум ағайынға ақынның айтар сөзін саралаған. Айтыс жасап жатыр екен бейімбеттей, ауданы тас өрге домалаған. Біз өскен жер қарт торғай топырақ еді, заңғарды тани білген заманадан. Абайды қазақтың бас ақыны деп Ахмет алғаш рет бағалаған. Абай қарындап ең алғаш кеш өткізген Нәзипа тағылымынан сабақ алам. Торғайда Әбіқайдай ақын өткен, әрісін өлеңменен шамалаған. Абайды оқып өлеңді қойған екен, мұндайға бара алмайды шамал адам. Ізіміз біз осындай ірілердің сөз салмағын түсінер санал адам. Қасыма Димаштайын бауыр келді, Қомсынбай серік болды ағалаған. Сөзіңнен шалалықты байқамадым, ешқандай сын пікір жоқ ағадан. Қолдаушың қорғаушыңда қалың елің, ел ұқпаса сөзіңде қаламаман. Әй, самға қалып отырсың қыран болып, көзіңді ашып жіберсең томағадан. Әй, жөн болмас ел жайында жағашпаған, көз тігіп отырғанда алашмаған. Інімнен сұрақпенен ұсыныс келді, қарасам сөздерінен сәл ақсаған. Оңлайын неге үйленіп алмайсың деп сұрағын жаудырып қарашмаған. Үйлену деген саған ойын емес, ойыншық алғандайын қорапшадан. Өзім демес ел жайын ойлар жамын, сын болар ел жайымен санаспаған. Вирустың таралуы елімізде білесің, күннен күнге толастаған. Осындай жағдайда жөн болмайды, қарақұрым халықпен халыққа қараспаған. Үйленудің амалын айттың маған, бірақ ойың дәстүрмен жанаспаған. Әй, терең ойлар жан десем, бірақ інім виртуалды ойлаудан әр аспаған. Әй, білмей жүріп әлексің әліңді сен, мұндай болмас едің ғой бәрін білсең. Бір жүлде алдым ғой деп бір айтыста, содан кейін жұлдыздай ағылдың сен. Көптеген марапатқа ие болдың, маңдайыңа жазылған бағың білсем. Адамдық қасиетіңді білмесем де, ақындық қасиетің тәуір білсем. Ауданыңның бөлендің құрметіне алтын кітап төрінен табылдың сен. Желілерде желпініп көп мақтанып, сар түстің буымен ауырдың сен. Осын білім кетін қазбаяқ тойғып алап, әр жерде айтып жүрсің әніңді сен. Тек мастанып білесің мақтануды, қатеме сенісіңе сағыл десем. Әй, осыншама жер көкке сыймайтындай, қай ұстаздан алып ең тәлімді сен. Айтыста бауырымды тапқаным ғой, көп жерде менде үміт ақтадым ғой. Виртуалды ойлаудан аспайсың деп, содан сон мақтаншақ деп даттадым ғой. Ойымды түсінбесең қайтем енді, айтатын басқа сөзді таппадың ғой. Диплом алдын енді келін әкеп, ананды бір уант деп жатқаным ғой.
Айтысым қымбатмаған алтыннан да, жыр жазам шабытым кеп шалқығанда. Қай ұстаздан тәлімді сен алдын деп, көңілін маған деген салқындауда. Бұл айтыста ақындардың бәрі мықты, өнерде өнерлері қарқындауда. Мамай мен ғалымгерей ағалар ғой, тенеуге болатұғын алтыннарға. Нұрсұлтан Қасым болса магистран, ғылымды келе жатқан тартып алға. Әуесхан Ернұр болса журналист қой, газетте мақаласы жарқылдауда. Серік Болсынның болса дипломы бар, бақ деген қонады екен жарқын жанға. Ал менде диплом ұстаз ештеңе жоқ, өнерім тұнған менен нар тұлғамда. Бел буып мықтылармен шығып тұрмын, қазақта айтыс деген салтым барда. Әй бірақ жасқанбаймын ешкімнен де, тілеуімді тілейтін халқым барда. Айтар болсан көңілге дақтамады, ақынын шындық айтып аттанады. Ол Абайдың сөзіне мән бермедік, алайық ажыратып ақ қараны. Бұл күні неге бәрі қымбат затап, ғылым таппай дүниемен мақтанады. Біреудің айтқанына еріп жүріп, өзінің орнын таппай баптанады. Ойнап босқа күлумен күн өткізіп, әрнеге құмарланып шаттанады. Көрінсек адалдықтың төрінен біз, нәпсінің жетегіне берілеміз. Біздердің бар еді бес дұшпанымыз, олардан неге дәйім шегінеміз. Өсек пен өтірік айтып мақтанып ап, үш дұшпанмен жаман боп көрінеміз. Төртінші дұшпанымыз еріншектік, кітап пен білім десе ерінеміз. Бесінші дұшпанымыз мал шашпақ қой, асырап болмашыға төгілеміз. Серік болсын сәтіміз арындайтын, онлайын айтыста жалындайтын. Бес асыл істен болса бойымызға, біз боламыз нәпсіге бағынбайтын. Еңбек қып терең ойлап талаптансан, артық уайым болмайды уайымдайтын. Қанағат барға, рақым қылған жанға, бір Аллам несібесін жарылқайтын. Мұның бәрін Ұлы Абай айтып кеткен, байқасан пәлсапа ғой табылмайтын. Ұлы Абайдың сөзінен үлгі алсан, тағдыр өзі қылады бағындайтын. Ауданыма жүрекпен ғашық ермін, қаладан ауданыма қашып келдім. Ауданым марапаттап жатса егер, ауданмен бірге өсіп тасып келдім. Не үшін марапаттат соны айтайын, ауданға үлесімді қосып көрдім. Түзету мектебінің балаларына театр үйірмесін ашып бердім. Айтысқа шыққаныма көп болмады, сонда да алға қарай басып келдім. Тойларда жүрсем егер несі жаман, қазақтың тойында ән шашып бердім. Алтын кітап бұлай тұрсын менді қара, жүз жана есіміне ашық ендім. Мақтанып отырғам жоқ мұны айтып, әңгіменің анығын ашып бердім. Құдайымның бұйыртқан бағы ғой деп, өз туған ауданымда нәсіп тердім. Болмайды жалған сөйлеп жағынуға, салам деп ойладым ба ауыр мұңға. Серік болсын мен сыйласып мен отырсам, сыйластық көрінбейді бауырымда. Мен сияқты марапат алмағасын көре алмай отырсын ау тағы мұнда. Ал өзің туған елге не істедің, мен сені тенеп жүрмін тәуір ұлға. Айтыстан басқа қандай еңбек қылдың, бойынан басқа өнер таныдым ба?
Ауданын айтшы сені сыйлайды ма, құрметке бөледі ме қауымында? Ауданым бұлай тұрсын, мына сені көршің ғана таниды ау ауылында. Ой, ақының қалай толғанады, інісі ағасына паңғарады. Көршінің баласы ғана танима деп, осы болды інімнің салған әрі. Бір-екі марапатқа мақтансаңыз, өзгеге емес өзіңе сор болады. Елің үшін не істедің дедің маған, осыған тоқталғаным жөн болады. Талай жерде ел атын шығарған ем, бас бойымызға ақындық орнағалы. Мерейімнің өскеді осындадақ, сескенбей ел намысын қорғағалы. Ел алғысы қағазбен емес маған, қол жайып ақ батамен жолданады. Сол батаны алған соң Димаш бауырым, алға қойған әрісің оң болады. Мұны бірақ бауырым қайдан ұқсын, иығына түспеген соң салмағалы. Ей, намысын бермей жүрсең туған жердің, елге қызмет еткенің сол болады. Ей, Димашым шалғұйрықтай тұр күсінеп, айтыстым сеніменен тұңғыш рет. Ақыл емес айтайын кеңесімді, мені інім сенен басқа кім түсінет? Өзің дүлде бүлдеге орағанша қызмет етем десең ол түсінет. Жүрегің ел деп жер деп дүрсілдесін, білесің бұл жүректе бір құшырет. Ей, сенім артқан еліңнің бауырым ау, қалансаң жақсы емес пе кірпіші боп? Ей, не айтамын Димаштай баптаулыға, меніменен айтысқанға шаттанды ма? Айтылған кеңестерім, ақылдарым құлаққа жетіп миға нақ барды ма? Мен өзім жақсы көрем ән айтқанды, және қызықты кітап оққанды да. Бір сұрақ қояйыншы көкейдегі Дінмұхаммедтей мына мақтаулыға. Осы уақытқа дейін Димашыным қанша кітап оқыдың жақталдыра. Басында Димаш інім кекірейіп, алтын кітап қиындым деп мақтанды да. Өтірік десең айтшы, не оқыдың? Шынайы берген дұрыс ақпарды да. Ей, жоқ әлде алтын кітапқа енгеннен соң басқа кітап қызықсыз боп қалды ма? Серік болсын өлеңін құрап отыр, мақтанбаса мақтандың деп сынап отыр. Кәдімгі мектебімде ұстазымдай қандай кітап оқыдың деп сұрап отыр. Саудаға салынбайтын затымыз бар, айтысып отырғанда сәтіміз дәл. Өз басым романдарды ұнатамын, кеудеде алаулаған отымыз бар. Қазақты танығыныз келсе егер, Абай жолын барлығын оқыңыздар. Ұлы Абайдың өзіндей болмасақ та, бағытын ұстануға хақымыз бар. Димаштың Абай деп сөз арнағаны, жасайын деп тұрғам жоқ жарнаманы. Шетелде ақындарым құрметтейді, ұлтымыздың бренді деп қорғағаны. Англияда Шекспир күнін тойлайды екен, Шекспир болып бұл күні самғағаны. Ал Ресейде Пушкиннің мейрамы бар, Пушкиннің сөзін айтады онда бәрі. Ал бізде Ұлы Абайдың мейрамы жоқ, қоғамның осы боп тұр сорлағаны. Ұлы Абайдың мейрамын бекітейік, сол болар бақыт келі орнағаны. Індеттен аман шықсақ көкелердің, дұрыс болар сөзімді қолдағаны. Әйтпесе бізде мейрам жетеді ғой, ақынның жөн емес пе толғағаны. Ұлтымызға сын болар календарда, Ұлы Абайдың мейрамы болмағаны. Айтатын өлеңім бар әлі менде, бұл вирус салып қойды әбігерге. Коронавирус бәрін қинады ғой, ең қиын боп тұрғаны дәрігерге. Бұл вирус жанартаудай атылғаны,
емін татпай бұл індет басылмады. Біз үйде рахаттанып отырғанмен дәрігерлер үйінде отырмады. Біз үйде жақындармен шай ішкенде алуларды көрмей жүр жақындары. Дәрігердің еңбегін бағалайық, қоғамның дәрігерлер асылдары. Железный человек емес, басқа емес, дәрігерлер бұл елдің батырлары. Серік болсын секілді жұбымыз бар, қазылар дұрыс бізді ұғыныздар. Ағайын осы менен қошаман бол, жүрек жырын жеткізер тіліміз бал. Індетті жеңіп шығып той-тойлайық, сол тойда айтылатын жырымыз бар. Үйде отыру қиынырақ болғаны менен, дей алмаймын көшеге шығыныздар. Бұл індетті жеңеміз үйде болып, осыған назар енді бұрыныздар. Үйден тез шыққыларың келсе егер, үйден шықпай отыра тұрыныздар. Елім деп еңіреп жыр арнасам да, барлығын тауыспаймын толғасам да. Серік болсын осымен сен де аман бол, сыйласып жүрейікші әрқашанда. Айбек ағаның шәкірті өзін едің, Құдайым бір өзіне жарғашанда. Болмасанда ұқсап бақ деген абай, бұл өнерде орынын барғашанда. Айтыстың жұлдызы бол, ел танитын, ұстазындай ақтаңгер болмасанда. Ұстаздың алғаннан соң тәлімің көп, әрістің білгендейсің қадірің көп. Ағаға жылы лебіз айтып жатқан Димашты айтар едім тәуіріл деп. Елге де жанашырлық лебізді айттың, Алла саған түсірсін жарығың көп. Ол рас Сергелденге салып қойды Қытайдан ковид деген ауру кеп. Алланың бізге берген сынағы ғой, түсінсең бұл жағдайды тағылым деп. Десе де бұл ауруды жұқтырып ап өмірден өтіп жатқан қауымың көп. Үйде отырып бұл дерттен күресейік, басталып кетпес үшін тағы дүрмек. Ағайын осы менен қошаман бол, бұл дерттен болсын деймін сауығу көп. Айналайын бауырым сен де аман бол, өзіңді жүрет жақын танығым кеп. Әттең ай сағынадай жүздескенде, құшағыма қысар ем бауырым деп. Құшағым осы болсын саған ашқан, өнерге құмар едім бала жастан. Сыйластықты ту етіп біз болайық, аға мен іні болып араласқан. Қатты айтқан жерім болса айып етпе, алдыңда кезім болса жаза басқан. Шаңырағыңда әрқашан той көп болып тілеймін босамауын қазанастан. Бейімбет ауданына көп рахмет, аудандардың алды бол бағаң асқан. Ұлт өнерін дәріптеп жатырсыздар, мұндай қиын жағдайға қарамастан. Таңдайды кез келгенде тақылдатқан, жөн болар өлең жырдың отын жаққан. Көтермесе ерім деп төбесіне, қазағым түсілмейді ақындаттан. Ағаларға айтамын мың рахмет, етеміз қашанда да атын мақтан. Қашықтықтан дәріптеп айтысымды, ел менен ақындарды жақындатқан. Тұрады тектілікті нұсқап халық, біз қалай сеніп тұрса күш тартпадық. Қостанай ақындардың мекені ғой, ендеше көрем сол бір істі ақтарып. Кешегі Байжан менен Жұмабайлар көрмеген ел алдында тыс мақтанып. Нұрханзат Құтжан менен Қонысбайлар додаларға намысты түс тап қалып.
ақтангер ұстазымыз Айбек сынды көрейін қарсыластық қыспақ қалып, ізін еріп жүрген соң ағалардың ешкімге қолдан бәйгі ұстатпадық. Абай атам айтқандай алдарыңа болмасақ та кеп тұрмын ұқсап бағып. Күйеу жігіт өзіңе бұрылайын, байқасам сұлу сүйген сер емес пе? Жақында болатұғын тойыңызға шақырылған қонағың мен емес пе? Ақылымда айтқалы тұрмын саған, бұл күні үрей жұтқан ел емес пе? Өзің де білесің ғой, қазағыма індет деген жабысқан сор емес пе? Айтылған 23-ші қара сөзде Абайдың үлгі болар жол емес пе? Ал енді Нұрек өзің ойлап көрші, баба сөзін жөн болмас ел емеске. Аруыңмен бақытты болам десең, аурумен күресетін сен емес пе? Ол үшін көпті жиып той жасама, бармайтын жігіт едің ерегеске. Аурудан аман есен өтіп кетсек, көппен көрген ұлы той сол емес пе? Кеп тұрмыз үміт күтіп құбатаңнан, жігітте болғаннан соң мұрат арман. Тектелер туған жердің суын іштім, тұлпар шапқан белдерге құмар талам. Есен жол сәт Жұмабай Нұрхандарда туған жер тамырынан қуат алған. Әй ақын атанып қоныспайдан Нұрханның батасына дүр атанған. Айтыстың ақтангері Айбек ақын ұлтының ұлағатты ұлатанған. Жүрген сон үлгі қылып аға жолың, біздер құлап кетпеспіз сірә таудан. Тобыл торғай ақындары жиналғанда, тартынбай талабымды сынат алам. Бір үйдің баласындай көрінеміз, тарихты түген десең түп атаңнан. Ассалаумағалейкум ағайын жұрт, сіздерде таудан биік сірә талған. Ернұрдай бауырым мен шығып қалдым, қанды көз бөлтіріктей бір апаннан. Ернұрдың айналайын ақылынан, өзіңді кезім жоқ ет қапы қылған. Менің тойым жайында айтып жатсың, қонақтың бір едім деп шақырылған. Бар әлемді жайлағам жаман індет, кедергі келтіреді ау нәті бұған. Күйеу келтір қыз ұзат тойыңды қыл, қуанышын кім жасырар жақынынан. Ең жақын дос бауырды шақырдым, тек жимаймын көп адамды сапырылған. Ешқандай өкпартпаймын саған бауырым, жетпесең таяқ тастам шақырымнан. Үлкендердің батасын алсам болды, жігіттің асақтайды аты бұдан. Жендім деп талай жерде тіл қатқан кім, Ернұр бұлай жөні жоқ бұлғақтаудың. Бүгін дөтсін қыспаққа аламын деп, шетінде кетесін деп шыңғапталдың. Қарсыласты кеттін деп сүріндіріп, айтыстан шыға сала кіл мақтандың. Өзің емес бағаңды халық берсің, ауыр жүктің көтерсең зіл батпаның. Абырой артық тұрар бәрінен де, құрулы тұрған менен тіл қақпаның. Бес дүшпанның біреуін мақтан жақтық, жаныңа жуытпағай жұрнақтарын. Абай айтқан кеселмен күреспесең, кімге керек зуылдап зыр қаққаның. Ағынем топқа түссем қашпайтұғын, онымды ел халықта растайтұғын. Шыға сала мақтандың деп айтасың, жігітем әдебінен аспайтұғын. Нұреке мақтанғам жоқ, мақтан тұттым, ағаларды биікке бастайтұғын. Бес дүшпанның біреуі өтірік қой, көбіне жала жауып тастайтұғын. Өтірік жала жаппа, сондықтан да білінді маған құшақ ашпайтының.
Абайдың есің алсаң бір өлеңін, Жамантайдың баласын жасқайтұғын. Есіңе сап қоймасам ұмыттың ау, өтірік өргеш қашан баспайтын. Жөн болмас бұныңызды ескермесем, сыбағамды бермекшік сескенбесем. Өткен жолы анаңмен айтысып ем, ақындығым адыра көшкермесем. Ол кісі өз баламдай көрем деді, жарамас айтқандарын қош көрмесем. Ал сен мені көрмедің бауырыңдай, қайтемін басқа шауып төс көрлесең. Сыйласып айтысайық келекеуміз, жөн болмас жеке шауып бос терлесең. Абайдың ақтамаспыз ақ үмітін, бірің қазақ біріңді дос көрмесең. Ей, уалла, қадамымды оңға басты, қадірсіз қыла көрме жолда досқа. Менен айтса достықтан айтқан абай, бауырым бұл сөзімді қолдамас па? Анаммен айтысыңды айтып жатсың, Ернұржан әңгіме ғой ода басқа. Ей, ұлыңды жеңдім дедің сен анама, әркім ақ өз намысын қорғамас па? Сүйенетін ұл болса сүйенер жүр, сондықтан Ернұр бауырым ардан аспа. Өнерде де өмірде досымсың сен, ат басын басқа жаққа ала қашпа. Ей, саған құшақ аша алмай не көрінді, достармен басқа бағым орнамас па? Ей, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа? Ей, сөзінің қасиеті Құрандайын, Абайдың ұлылығын ұғамдайым. Тойлау емес ойлау жылы болсын деген президент айтқан сөзді ұрандайын. Абай айтқан едейінса жақсысы боп, қазақты көк көрлетсін қырандайын. Данышпан даналығы дәріптелсе, шаттанып бұған қайтып қуанбайын. Бірімізді біріміз бауыр көрсек болмайды, болашағын тұмандайын. Қасиеті дарысын ұлдарына, қандауыр өткірлігі Құнанбайдың. Ыстық қайрат нұрлы ақыл жылы жүрек, бөлінбей тұрсын бойда тұмардайын. Ей, қазақты барлық әлем білер еді, әлемін тани алсақ айыр. Ей, ұлы Абайдың, ай, ұлы Абайдың, ай. Абайдың кім жылынбас жарығына, тәнтіміз данышпанның танымына. Ғибратты қалдырған мәңгі өшпейтін қазағы қалың елі қауымына. Құлжадай Құнанбайдың қасиеті сеп болған ұлы ойшылдың дарынына. Мұңмен жалғыз алысқан арыс еді заманның төтеп беріп дауылына. Алашта асқан жан жоқ ұлы Абайдан, қара сөзі қазына әрі мұра. Әрбір қазақ Абайға басы еді, ұлтымның озық туған нар ұлына. Алашымның ақыны емес жалғыз, айналған адамзаттың алыбына. Ернұр бауырым ал ендеше қошаман бол, тек қана бақ тілеймін бауырыма. Тек қана жақсы күнде жүздесейік, дұғай сәлем айтарсың ауылыңа. Анаңмен айтысымды айтып едім, арсыз қып көрсеттің ғой жаман жолдан. Мақтаншақ дегеніңде үндемедім, ініге болар дебем ағам қорған. Айыптап түсінбедің айтқанымды, көңілім сол ісіңе алаң болған. Жеңем деп талпынсаң да ініңізді ағатай сөйлей көрме маған жалған. Кешегі Абай атам айтқандайын, жеңілім сөз түсінбейтін адамдардан.
Жырымды келдім жұртқа арнай бүгін, бай болсаң саған жолдас болмайдығым. Байлар көп болғанменен даламызда қазақтың бағы жатыр жанбай бүгін. Себебі зәулім үйлер соғып қуып келе жатыр ғой қалмай бірін. Одан қалды ең қымбат көлік мініп жүйткіп қара жолда заулайды мың. Қыдырып шетелдерде ақша шашып мақтанып жүрген жоқ па алмай білім. Баланың тәрбиесі жайына қап бастауы болып тұр ғой бар қайғының. Дайын асқа тық қасық болса егер өскенде тіліңді де алмайды ұлың. Қателесіп жүр ғой сол байсымақтар жасынан қумағасын талмай ғылым. Талпынба Құнанбайдай бай болам деп, Абайдай ұл тудырсаң сол байлығың. Ақындар елдің жайын жырғылсы екен, ұлтты ойлап мына біздей ұл тұрсы екен. Осыменен Нұреке сен де аман бол, қырманның гүлдей жайнап құлпырсы екен. Қазағым тез сауығып бұл індеттен, болашақта биікке ұмтылсы екен. Аурудың коронасын шешіп тастап, бөркіңді аспан қатар күн туысы екен.